Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, қуырылмайтын, пеште пісетін, дәмді осындай котлеттер дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен осындай бөлке нандарымызға көз мөлшерімен батып тұратындай етіп сүт құйып аламыз. Енді тартылған етіміздің үстіне бір бас пиязымызды салып және жұмсарған нанымызды езіп үстіне қоямыз. Дәміне қарай тұзын және бұрышын саламыз. Котлеттің дәмі ерекше дәмді болу үшін осындай бір бас сарымсақты үккіштен өткізіп салып жібердім. Котлеттеріміз бір-біріне жабысып, шашырамай пісу үшін осындай бір жұмыртқаны салып жібердім. Енді барлығын бірге жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған етімізден осылай дөңгелектеп қолымыздың көмегімен кішкентай формаларға келтіріп аламыз. Пешімізді 180-200 градусқа қыздырып қоямыз және осылай пергамент қағаздың үстіне төсеп, дайын болған котлеттерімізді қызарғанша 30 минут аралығында шамамен пісіріп аламыз. Осымен біздің котлеттеріміз дайын болды. Өте оңай жасалады, әрі қуырып жүрмейсіздер. Осындай өзінен бөлінген майды беттеріне жағып шықтым. Гарнирмен бірге жасап, кешкі асқа отбасыларыңызға ұсынып көріңіздер. Сіздермен бірге болған Әсел. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.